Енді кеше үйіне бардым, үйінде де бір үй салып жатыр. Зарплата үй сала ала ма? Сол сіздің жылқышыңыз ғой, ақшасы көп шығар, сіз ақша беретін шығарсыз, соған салады. Жоқ, ол айлығын алып отыр. Иә, сол айлыққа салған шығар енді. 150 мыңға кім үй салады? Айлығын көбейтсеңізші онда. Не деп көбейтем? Менің жылқыларымды жымқырып, үй салып алды деп тұрсыз ба? Жымқырып үй салып алды, балдарын бәрін үйлендірдім. Бәрін тойын жасадым. Балалардың барлығы семьялы болып, жұмысқа кіріп сөйтіп кетті ма? Бәрі. Бала шағалардың өзі бағын ма балалары? Қазір ма? Иә. Бағып отыр. Енді қараңызшы, мен мынандай сұрақ туындайды. Енді 5 баласы есейіп, ер жетіп, әкесіне бір үй салып бере алмай ма? Жоқ. Неге? Ол зарплаттарын білем ғой. Үй салу ойдайсың, мен өзім строитель. Жоқ, қалай зарплаттарын білесіз? Қайдан білесіз? Ол конфиденциальный информация ғой зарплата деген. Потому что біздерде бизнесмендер... Мысалы, Тайбек деген жігіттің зарплатасы қанша? Қай? Тайбек 400 мың алады, 420 мың алып жүрді ма бұл түрі? Енді 420 мың теңге. Аз ақша ма? Зарплатаға үй салат деген адам жоқ. Бірақ енді несие алған шығар. Білмейсіз ғой, енді қараңызшы. Кредит жоқ, бәрінде тексердім ғой мен. Қалай тексересіз кредит? Ол конфиденциальный информация ғой. Жоқ, ол деген... Жоқ, ладно, оны вопрос етеді. Бізге қатысып береміз. Сіз айтып тұрсыз, несиесін тексердім деп. Сіз жеке дербес ақпаратына қол сұқтыңыз ба сонда? Кім? Руслан. Мен айтайын да, действительно. Бұл менің ақадал малым ғой. Ата, жыламаңыз ата. Алиб Амаржан достарының атынан. Достарының атынан сізге арнайы 1 миллион теңге ақшалай. Тек жақсылыққа жұмсаңыз аға. Той болсын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Денсаулығыңыз қандай, жақсы ма аға? Аға, Менде ат асыраймын, ат баптаймын. Сол енді сіздің видеоңызды көріп, уайымдап, кішігірім қолдау болсын деп, менің атынан болғанымен мен жай бүкіл Қазақстан халқы сізге сәлем айтуға қолдап жатыр. Адрес снимать еді болды. Ат құтты болсын. Тұлпар ұнады ма? Жақсы. Жағдайын қалдығырайын сұрап келіп жатқан осы. Алиб Мырзаға көп үлкен алғысым шексіз. Жолдарың ақ болсын. Рахмет сіздерге, көп рахмет айтамын. Тұлпар сыйлағандарыңа көп рахмет. Әли балам, жолдастарына бәріне көп рахмет айтамын. Бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын. Ақ жол тілеймін.